Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз сіздерді Шығыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорына жаңадан қосылған экспонаттармен таныстырғымыз келіп отыр. Назарларыңызға сақ скиф кезеңіне жататын әйел адамның антропологиялық қалпына келтірілген бет бейнесін ұсынамыз. Сақ әйелінің қалпына келтірілген бет әлпеті 2019 жылы Тарбағатай өңіріндегі орналасқан номері 3 қорғаннан табылған әйел адамның бас сүйегі негізінде жасалған. Номері 3 қорған тоналғанына қарамастан археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде жерлеу шұңқырының батыс бөлігінен әйел адамның бас киіміне жабыстырылған алтын жапсырмалар және де әйел адамның бас сүйегі табылған болатын. Ғалымдардың зерттеуі бойынша бұл әйел адамның бас сүйегі біздің заманымыздан бұрынғы 3-1 мыңжылдықпен сәйкес келеді. Яғни бұл біздің Тарбағатайда өмір сүрген жергілікті сақтармен емес, қазіргі Батыс Қазақстан, Орал және де басқа да өңірлерде өмір сүрген скиф тайпасынан шыққан әйел адам болуы мүмкін. Сол кезеңдегі тайпалық одақтарды біріктіру мақсатында скифтерден біздің Тарбағатай өңіріне келіп түскен келін болуы мүмкін екені анықталып отыр. 2019 жылы қазба жұмыстары аяқталғаннан кейін 2 жылдан соң әйел адамның бас сүйегі Ресей ғылым академиясындағы арнайы антропологтардың қолына жаңғыртпа жасауға тапсырылады. Қазіргі уақытта осы әйел адамның қалпына келтірілген бет бейнесі біздің Ұлы Дала алтын залында орналасқан. Барлықтарыңызды көруге шақырамыз.